Саламатсыңдар ма оқушылар? Бүгінгі қазақ әдебиеті пәнінен өтетін тақырыбымыз Абай Құнанбайұлының «Мен жазбаймын өлеңді ермек үшін өлеңі». Сабағымыздың мақсаты әдеби шығармада көтерілген әлеуметтік қоғамдық мәселені идеясы арқылы түсіндіру, шығарма композициясындағы белгілі бір эпизодтың алатын маңызына негіздеме жасау. Олай болса, оқушылар, сабағымызды бастайық. Абай Құнанбайұлының «Мен жазбаймын өлеңді ермек үшін өлеңі» 1889 жылдары жазылған. Өлең әрқайсысы 6 тармақтан тұратын 5 шумақтан құралған. Бұл өлеңді ақынның өз оқырманымен сыр сұхбаты деуге келеді. Көкірегі сезімді, тілі орамды жастарға сөз өнерінің қадір қасиетін таныту жолдарын ұғындыру мақсатынан туған. Мұнда ақын сөз өнерінің құдіретін зерделейді. Өлең әсіре қызыл, жылтыр сөзбен ғана шырайлы болмайтынын, әділет пен шынайылықты жеріне жеткізе айтқанда құнарлы ой, сырты алтын, іші күміс сөз жақсысына, түбі терең мағынаға айналғанда ғана ел көкейіне қонатынын түсіндіреді. Сөз айттым әзірет әлі айдаһарсыз, мұнда жоқ алтын иек сарала қыз, деп өзінің айналасындағы шығыс үлгісіндегі қисса дастандарға әуестеніп, тым әсірелеп жырлаған Көкбай, Әріп сияқты ақындарды қағытады, ағалық сынын айтады. Абай ақын шәкірттеріне өлең тілін түсінікті және жинақы қылуды насихат етеді. Мақсатым тіл ұстартып өнер шашпақ, наданның көзін ойып көңілін ашпақ деген ақын өлең туралы терең таныммен тың ой, түсінік қалыптастырады, үлгілі өрнек қалдырады. Мен жазбаймын өлеңді ермек үшін, жоқ барды ертегіні термек үшін, көкірегі сезімді тіл орамды, жаздым үлгі жастарға бермек үшін. Бұл сөзді тасыр ұқпас талап тұғар, көңілінің көз ашық сергек үшін. Түзу кел, қисық қыңыр қырын келмей, сыртын танып іс бітпес сырын көрмей. Шу дегенде құлағың тосаңсиды, өскен соң мұндай сөзді бұрын көрмей. Таң қаламын алдыңға айтқан дұқпай, және айта бер дейді жұрт тыным бермей. Сөз айттым әзірет әлі айдаһарсыз, мұнда жоқ алтын иек сарала қыз, кәрілікті жамандап өлім тілеп, болсын деген жерім жоқ жігіт арсыз. Әсіре қызыл емес деп жиренбеңіз, түбі терең сөз артық бір байқарсыз. Батырдан барымташы туардан ғой, қысшылда, қызықшылда әуре жан ғой. Арсыз, малсыз, ақылсыз, шаруасыз, елір-мелі маскүнем байқалған ғой. 5-6 мисыз бәңгі күлсе мәз боп, қинамай, қызыл тілді кел, тілді ал қой. Өлеңі бар өнерлі інім сізге, жалынамын, мұндай сөз айтпа бізге. Өзге түгіл өзіңе пайдасы жоқ, есіл өнер қор болып кетер түзге. Сән қой, дан қой, ойнашшы, керім кербез, қанша қызық болады өзіңізге. Оқушылар, дәптермен жұмыс жасаймыз. Бірінші тапсырма. Өлеңнің идеясы мен тақырыбында не туралы айтылған, ойыңды жүйелі жеткізіп жаз. Екінші тапсырма. Көкірегі сезімді, тіл орамды, жаздым үлгі жастарға бермек үшін деген жолда ақын қандай үлгі туралы айтып отыр? Түсінгеніңді мысал арқылы дәлел келтіре отырып жеткіз. Сонымен оқушылар, үйге тапсырма. Мен жазбаймын өлеңді ермек үшін өлеңін жаттау.
Шын хәкім сөзің асыл баға жетпес, бір сөзің 1000 жыл жүрсе дәмі кетпес. Қарадан хәкім болған сендей жанның, әлемнің құлағынан әні кетпес деп, сабағымыздың соңын Мағжан Жұмабаевтың осы бір өлеңімен аяқтаймыз. Осымен сабағымыз аяқталды. Назарларыңызға рахмет.